Жақсы, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, достар. Алтыншы сұраққа жеттік. Жалпы алтыншы сұрақ құландар мекендейтін қорық, яғни қорық туралы ұбт көп келетін тақырыптардың бірі, яғни қазақстанның физикалық географиясы болсын, жалпы осы қорықтар ішінде белгілі бір орын алады. Яғни жыл сайын ұбт міндетті түрде қорыққа байланысты бір сұрақ келеді. Жалпы енді қорық дегеніміз не? Қорық аумағында барлық табиғи кешен толығымен шаруашылыққа пайдаланудан алынған, яғни ешқандай шаруашылыққа пайдаланылмайды. Бір өсімдік өсірейік, немесе мал өсірейік деген ешқандай бір пайда да болмайды. Үкіметтің қорғауында болатын жер, яғни үкімет тікелей оны жерді не істейді? Қорғайды. Немесе су кеңістігі, немесе көл болуы мүмкін. Қазір оған тоқталамыз, қандай көлдер бар. Немесе сирек кездесетін, яғни жануар болсын, өсімдік болсын, соны қорғауға алынған аймақ. Жалпы біздер білетін ұлттық саябақ дейтін бар. Ол жерге адамдардың кіруіне, яғни еркіндік бар. Одан кейін қорықша бар. Қорықшада қорық секілді, бірақ ол жерде табиғат эксперименттерін жүргізуге рұқсат бар. Ал қорық 100% қорғалған, бір айтқан кезде. Енді жалпы Қазақстанда қандай қорықтар бар? Ақсу-Жабағылы, Алматы, Барсакелмес, Қорғалжын, Марқакөл, Наурызым, Үстірт, Алакөл, Батыс Алатай қорықтар бар. Жалпы Қазақстанда қазір 10 қорық бар. Соңғысы 2004 жылы құрылған болатын. Жалпы енді қазір сұрақ бізде сұрап тұр. Яғни құландар мекендейтін қорық. Яғни құлан ол бізде демек ол қорғауға алынған жануар, демек азайып кеткен. Әуелі жауапты жеке-жеке тоқтап талдайық. Яғни қай қорықта қандай ерекше қорғауға алынған жануар, немесе құс, немесе өсімдік бар. Одан кейін соның ішінен жауапты тауып көреміз. Әуелі Қорғалжын қорығы. Қорғалжын қорығы Ақмола облысында, яғни білеміз, Астанаға жақын жерде Қорғалжын ауданында, яғни бірсін айтқан кезде. Жалпы бұл жерде қандай ерекше қорғалған жануарлар бар, соған тоқтала кетейік. Міне Қазақстанның қызыл кітабына құстардың 41 түрі, жалпы халықаралық кірген 26 түрі енгізілген. Енді Қорғалжын мемлекеттік қорығының негізгі жануары қоқиқаз. Қоқиқаз дейтін білетін шығарсыздар, міне сурет тұр. Бір аяқпен тұратын құс. Павлин дейді. Жалпы енді одан кейін ақбас үйрек, дала қыраны, қарабас өгіз шағала, жалбағай, яғни бұлардың бәрі бірсін айтқан кезде Қорғалжын көліне жақын жерде орналасқаннан кейін осындай құстарды қорғауға алған, бірсін айтқан кезде. Енді кеттік. Ең негізгі қорғалған мана павлин осы қоқиқаздар, Қазақстан жеріндегі қоқиқаздар, түсінікті. Қалған енді тарихын жекелеп қарастырырсыздар, яғни біз қазір тікелей сұрақтың жауабын іздестіре берейік. Демек бізде Қорғалжын жауап болмады. Одан кейін құланның мекендейтін жері көбінесе шөлейтті, шөл жерлерде мекендейді. Демек бізде мана Қорғалжын ол дала зонасында орналасқаннан кейін жауап ретінде болмайды. Наурызым қорығы Қостанай облысында орналасқан. Наурызым және Әулиекөл аудандарында орналасқан мемлекеттік қорық. Жалпы енді 1931 жылы ұйымдастырылған. Мынаны шатастырмаңыздар. Ұйымдастырылуы мен құрылуы екі түрлі. 1966 жылы құрылған. Түсінікті ме? Ұйымдастырылу алғашқы жоспарлар жасалу деген секілді дүние болса, құрылу ол бөлек. Кеттік. Енді бұл жерде қандай жануарлардың түрі қорғалған? Орқоян, елік, борсық, түлкі, суыр мекендейді. Жалпы енді қорықта тікелей қорғалған жануарларға тоқталайық. Не? Жалпы флорасы дегеніміз енді өсімдіктері, фаунасы деген жануарлар. Бұл жерде 687 өсімдіктің түрі қорғалған екен. Жалпы соның ішіндегі телептрис, батпақ, қалақай, құлмақ деген секілді өсімдік түрлері болса, одан кейін жануарлардан 158 ұялайтын жануар, араның 280 түрі, 282 түрі дейді. Одан кейін сұр шіл, шалғындық, ителгі, үлкен шалшық типті жануарлар, алатоқылдақ, мысық торғай секілді жануарлардың түрлері қорғалады екен. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай Наурызым қорығы осы. Демек, бұл да құлан мекендемейді екен. Одан кейін Алматы. Алматы қорығы атайтып тұрғандай Алматы мемлекеттік, яғни Іле Алатауының бойында орналасқан, орталық бөлігінде табиғатты қорғау, яғни сол жердегі Тянь-Шань тауында орналасқан ғой. Тянь-Шань тауының шыршасынан тұратын қылқан жапырақты орманға ауысады, яғни негізгі қорғалатын дүниелері ағаш, өсімдік, яғни қорықта өсімдіктің 1300-ден астам түрі және 112 ағаштың түрі кездеседі. Ағаш пен бұталар. Жануарларда құр, бұлбұл, үкі, кептер,
және де барс сол сияқты ең қатты қорғауға алынған жылан, қалқан тұмсықты жылан, және де қосмекенділеріне көлбақа, жасыл құрбақа кездеседі. Және әнші тау деген осы ободта келді. Мында яғни аңның 43 түрі, яғни әнші тау орналасқан қорық деген болды. Жалпы қарайтын болсақ, қорық территориясын ақтөс сусар, ақтиін, яғни осылар қорғауға алынған екен, Қызыл кітапқа міне қазіргі таңда халықаралық қызыл кітапқа еніп жатқан дүниелер ішінде көп екен, Енді құлан, яғни Алматыда емес, Алматы мемлекеттік қорығы емес. Одан кейін Алакөл. Алакөл қорығы, яғни айттық қой, мана ішінде кейде көлдерді де қорғауға алған. Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы, яғни Алакөл аралындағы сирек кездесетін жануарлар сақтап қалу мақсатында ұйымдастырған. Жалпы ауданы 65 мың гектар жерді алып жатыр. Енді бұл жерде балықтың 17, қосмекенден 2, құстардың, бауырмал жолаушылардың 14 түрі, құстардың 324 түрін қорғауға енгізген екен. Бұл жерде демек қорғауға алынатын көбіне балық. Түсікті, яғни көл болғаннан кейін балқаш алабұғасы деген секілді, Одан кейін Бірқазан, қалбағай, қара деңгелек, безгелдек, дуадақ айтпақшы, көбіне ұбытта келген, яғни осы дуадақ қорғауға алынған мемлекеттік қорық дегенде болды. Яғни көріп тұрғандарыңыздай негізгі қорғау аумағы Алакөл көлінің маңы. Жауаптан тастай берейік. Демек соңғы жауап барса келмес қалды ғой, енді дұрыс жауап ретінде соны қалдырамыз. Барса келмес мемлекеттік қорығы өте сирек кездесетін флора мен фауна бар. Өсімдіктің 226 түрі, сүтқоректілер, қосмекенділер өмір сүреді. Балықтардың да түрлері жойылып бара жатқандарын қорғауға алған. Жалпы енді бұл жер енді яғни 60-шы жылдары, яғни 1960-шы жылдар басында Сырдария мен Әмудәрия өзендері арқылы, яғни Арал теңізіне келетін тоқтатып тастады. Содан бері қорғауға алынған. Енді барса келмес қорығының негізгі қорғалатын жануарларын көрсек, сонымен аяқтаймыз. Міне жануарлар әлемінен құлан сұрақта келеді. Ақбөкен, қара құйрық, ор қоян деген секілді жануарлар. Және де міне өсімдіктері бұйра, жусан, адыраспан, рауғаш, итсегек, сексеуіл деген секілді жануарлар. Сосын бұл жерде қараңыздар. Жалпы 1953 жылы Түркменстан қаласынан, яғни Батыс дейді мемлекеттік қорығына 14 құланды сол жерге әкеліп жерсіндірген. Яғни содан кейін сол құланды өсіру, яғни қолға алынған ғой. Демек сұрақтың жауабы құландар мекендейтін қорық барса келмес мемлекеттік қорығы.